Нумерология – сандар туралы ежелгі ғылым. Дәлірек айтсақ, сандардың сіздің өміріңізге, тағдырыңызға, болашағыңызға және де айналаңызда болып жатқан жайттарға әсері. Сандар жеке тұрып бір бөлек, бірге тұрып басқа мағына береді. Қазіргі таңда нумерологияның түрі бар. Туған күніңізге байланысты, Пифагордың сандар философиясы арқылы есептелетін, үнді және денсаулық нумерологиялары кеңінен таралған. Тіпті есіміңіздің де сізден жасырған сыры болады. Әр адамның өзіне жақын саны, нөмірі болатынында қызық жайт, иә? Кейде көп кездесетін сандарға мән бермей өте шығамыз, алайда олардың да сіздер жайлы айтатын сыры бар. Жалпы эзотерика нумерологияны өміріңізде қолданып, өмірдегі статусыңызды көтеріп, тек жақсылыққа сену керектігін, әркімнің өмірі өз қолында екенін түсінесіз. Бұл ежелден келе жатқан ғылымдардың бірі, керемет ілім. Жеке тұлғаның өзіне ғана тән мінез, мақсатқа ұмтылу, күш-жігер қасиеттерін анықтауға мүмкіндік беретін мен ғажап ілім деп айтар едім. Адамның өзі білмейтін құпияларын ашуға көмектеседі. Оны жүзеге асыру үшін туған күніңізді білсеңіз жеткілікті. Алдағы уақытта сіздерге нумерологияның түрлі құпияларын ашуға, сіздермен бірге көптеген жақсы тың дүниелерді ұсынуға атсалысатын боламын. Өзімнің білгеніммен бөлісетін боламын. Каналға тіркеліп, колокольчик басып, жақсы пікірлеріңізді айта кетіңіздер.